Ата, биылғы жылы ұлы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы толып жатыр. Абай атамыз дана адам еді. Ол кісі осында мен сияқты жас кезінде үлкен адамдардан бата алды ма? Тобықты Құнанбайдың үйіне кімдер қонақтап бармаған дейсің? Неше түрлі ақындар, неше түрлі жыраулар, күйшілер барған. Соның бірі Жанғұтты деген, Жақсы Жанғұтты деген кісі барып қонақтапты. Сонда Абай кеп Жақсы Жанғұттыға сәлем берген екен, ассалаумағалейкум деп. Сонда Абайдың сәлем берісіне, жүріс-тұрысына қарап, байыппен қарап отырып, Жанғұтты Абайға сұрақ қойған екен бірнеше. Соның бірі: балам, дүние неге сүйенеді? Көздің көрмесі бар ма? Шамның жарығы қайда түседі? Сосын болат пышақтың кеспейтіні бар ма деп айтады. Мақұлқаттың тамағына тартпайтыны бар ма деп айтқан екен дейді. Сол уақытта Абай: ата, дүние үмітке сүйенеді, көздің көрмесі қабағы, шамның жарығы түбіне түспейді деп. Сосын болат пышақ өз сабын өзі кеспейді, тамағына тартпайтын мақұлқат болмайды деп жауап берген екен. Енді осыны Абайдың жаңағы жауабына ырза болған шешен Абайға айтыпты дейді: балам, сен осыны өлең сөзбен айтып бере аласың ба? Абай былай жауап берген: сіз сұңқар самға ұшқан қиядағы, талпынған мен балапан ұядағы. Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем, дүниенің жалғыз үміт тиянағы, көз көруі жетпейді қабағына, шам жарығы түспейді табанына, өз сабын болат пышақ өзі кетпес, мақұлқат тартпай қоймас тамағына деп жауап берген екен дейді. Ата, мен осы Абайдай дана болу үшін не істеуім керек? Абайдай дана болу үшін, балам, бірінші ақыл керек, ақылды болуың керек. Білім керек, білімді болуың керек. Үлкенді сыйлай білуің керек, кісіні құрметтей білуің керек. Абай атаң айтпақшы: сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапқа бар қалан дегендей, жақсы аламат болуыңа тілектеспін құлым, аман бол. Жаңағы сөзді айтып болғаннан кейін Жанғұт шешенге Абай сұрақ қойған екен дейді. Сізден сұрақ сұрауға бола ма дегенде, сұрақ арағым деп айтты дейді. Сонда арзан не, қымбат не, даусыз не деп сұраған екен дейді. Сонда Жанғұт шешен: шырағым, арзан өтірік, қымбат шындық, дауасыз ол кәрілік деп жауап берген екен дейді. Сосын Абайға қарап отырып: жанарың отты екен, ақындығың шығар, маңдайың жазық екен, ойлылығың шығар, халқыңның қалаулы азаматы бол деп батасын берген екен. Содан енді балам, мен де саған сол Жанғұтты болмасам да, сол өзімнің көңілімдегі, сен де менің ұрпағымсың ғой, соған батамды берейін. Таудай талабың оң болсын, самғайтын қанатың сол болсын, ырыс ынтымақ баянды бақыт берсін, ұзақ ғұмыр тұрлаулы бақыт берсін. Аллаху акбар. Абайдай болмасаң да соған ұқсап бақ құлын.